Осылай ойламаған жерден кінәлі атанып, жігері жазып жүрген күндері Алласы өзі жол ашқандай. Оңтүстік өлкесі Чимкент, Жамбыл болып екі облысқа бөлінді. Бұлар тұрған жер болса да Жамбылға қарайтын еді. Бұрын айналыспаған кәсіп ашылып, бұлар тұратын өңірге жаппай қант қызылшасы деген дақыл егіле бастады. Оның қол жұмысына аула елдері тігез жұмылдырылады екен. Тәуекел деп қайратына мінген Марғуа балаларын енесіне қалдырып, көппен бірге қызылша егістігіне жұмысқа шықты. Бұл уақытта жаңадан үйленген қайнысы кәдір отау құрып, басқа ауылға мұғалім болып ауысып кеткен еді. Марғуа уақ баласымен енесін өз қолына көшіріп алды. Балалардың жастары қарайлас, ұялас күшіктей қойындасып бірге жатып, бірге тұрады. Екі үйдің жандары осылайша бір-өзіне қарап қалды. Қызылша науқаны кезінде қол күшін көп керек етеді екен. Халық жауының әйелісің, жұмыс істеме деген ешкім болмады. Осыған тәубе деген жайы бар. Қолы қимылдаған адамның ерте ме, кеш пе аузы қимылдайтын уақыты болар анық. Еңбек күнге балаларға талға жау боларлық бірдеңе жазылады. Дәтке қуат дүние. Жабыққан көңілге деймеу беріп, Мұханнан хат келе бастады. Сібірдің бір қиян түкпіріне апарған екен. Хаты ұзақ жүріп келеді. Күйеуінің тіршілігінен хабар алып, еңсесі көтеріліп қалды. Өкімет хат жазушыларға шектеп қойыпты. Мұханнан айына бір хат келеді. Бұларға да айына бір хат салуға рұқсат екен. Мұханнан хат келген сайын үйде үлкен қуаныш. Ол хатында өз амандығын бір ауыз сөзбен ғана айтып өтеді. Басы артық еш нәрсе жаздырмайды сияқты. Оның есесіне бұлардың жай-күйін көбірек сұрайды. Балалардың қылығын кеңінен жазуын өтінеді. Атап сәлем жолдайды. Бұлар болса отыра қалып жауап жазады. Бұның хатында қайнысы аузын бекітпей бір жерге апарып тапсырады екен. Сол арада тексеруден өткен соң аузын желімдеп өздері жіберетін көрінеді. Бұлар оған да пейілді. Үздік соқырлық болса да амандығын біліп тұрғанға не жетсін. Тіршіліктері бір қалыпты ырғаққа түскен сыңайлы. Сары қасқа сиырдың балалары да аштықтырмай тұрған түрі бар. Балалардың ішкеннен артылғанын енді енесі базарға апарып келеді. Жиналған пұлға бұзылмайтын азын-аулақ азық алып, анда-санда болса да аузының дәмін алсыншы деп мұханға салып тұрады. Марғуа үйдің де колхоздың да жұмысын дөңгелетіп алып кетті. Қайтсем бір дәнді екі етемін деп жырға құлағы жастыққа тимей жүргені. Барға да, жоққа да көндіккен бастары біреуден ілгері, біреуден кейін күн кешіп жүріп жатты. Күн санайды, ай санайды, жыл санайды. 8 жыл өтіп болмайтындай көрінеді. Өстіп жүргендерінде кенет соғыс басталыпты деген суық хабар бұрқ ете қалды. Ауыл реңі күрт өзгерді. Ер азаматтар жаппай майданға аттанды. Қызылша жинау науқанының қызған шағында әйелдердің мойнына ауыр жүк түсті. Таңның атысынан күннің батысына дейін қызылшаның басында қона жатып та істеген күндері болды. Тамақ шіркін шұғыл қымбаттап шыға келді. Бірте-бірте мүлде жоғалды. Нанды адам басына есептеп карточкамен беретін күн туды. Халық жауының отбасы деген желеумен бұларға басқаларға қарағанда нан 2 есе кем беріледі. Бұл теңсіздікке де қарасы дау айтар шаруасы жоқ. Марғуа іштен тынады. Халық жауының балаларының тамағы жоқ бекен. Талқын қабақ, алакөз биліктің сызы сезіледі. Келе-келе нанды жұмыскер қолына есептеп беруге көшті. Марғуаның бір өзіне тиесілі нан 2 үйлі жанға қалай жетеді екен? Бір әйелдің табысына қараған күн не болсын? Марғуа тағы тығырыққа тірелгендей қайтпек екен. Тәңірдің өзі көкірегіне ой түсірген шығар, енесінің де атынан өтініш жазып жұмысқа кіргізді.
Көктемде Маруа екі кісінің есебінен егістікке жер алып қызылша егді. Атыз қазып су жіберді. Сол жылы мұның қызылшасы айтар жоқ, бітік шықпасы бар ма. Колхозға өнім жоспардан 2 есе артығымен құйды. Қызылшаның сабағымен жинағанда қалған қалдығы сиырға таптырмас азық екен. Маруа үй ішінде сиырын асыраған, Құдайдың бұларға жіберген несібесі алтын томарға риза еді. Ол кезде қызылшаны солай атайтын. Жер өнімі күтімде өседі ғой. Қант қызылшасының күтімін бір адамдай меңгеріп алды. Шөптеген кезде алдына жан салмайды. Өзі құралпы келіншектердің ортасында олар күлсе күліп, олар жыласа бірге жылап, көптен көрген ұлы той деп күн кешіп жүрген Маруаның сырлас мұңдастары да аз емес. Әркімнің басында бар жағдай, әркімнің өз қайғысы өзінде. Жыртылған көйлектерін жамап алып, қамыққан көңілдерінің шерін көз жасымен тарқатып, соғысқа кеткен өштерін жұмыстан алып, қара жерге кетпендерін құлаштай сермейді. Қолғанатқа жараған қайсары түске таман сусына келеді. Енесі кейде айран, кейде шалап, кейде езген қатық, кейде арпаны талқының қосқан ашыған көжесін беріп жібереді. Келіншектермен қылдай бөлісіп ішіп алады. Таңдайларында тек дәм ғана қалады. Енесі асқабап деді. Қолы да берекелі. Жалғыз сиырдың сүтінен бригадаларға тегіс жететіндей көл-көсір сусын дайындайды. Өзектер талған шақта әрі сусын, әрі аз, ыстықта кепкен сарайлары ашылып жүре береді. Енесі Маруаның қолына көшіп келген соң, айналып қана кетейін. Мені енем демей, үлкен әпкем еді дей салшы мына жұртқа деп айтатын еді. Әйтпесе келінмен жарысып туған бұл өзі не қылған ене деп күлер. Мен шалымның қартайғанда алған жас тоқал екенімді қайдан білсін деп қалжыңдап та қояды. Расында да енесінің күші балаларымен, мұның үлкен балалары жас шағынан шамалас еді. Маруа мен енесі шынында да апалы-сіңлідей тату сыйластықпен тұрды. Бұл өзі жұмысқа шыққалы үйге балаларына қарауға мұршасы жоқ. Олардың ауырмай, сырқамай, отқа суға түспей өсіп келе жатқаны осы енесінің арқасы ғой. Бір-біріне сүйеу. Мұқанның дәм-тұзы таусылмаса, бір келер деген үміт дүниесі екеуінде алға жетелейді. Маруа 2 адамның жұмысын атқарып, колхозға қызылшадан 2 адамның өнімін құяды. Соған қарай жыл аяғында еңбектенге бұйырған несібесі ауыздарына сияды. Соғыс басталған жылы Қайсар мектепке барған. Баласы оқуға ынталы, зерек болып шықты. Маруаға бұл да қуаныш. Араға жыл аралап жігер оқыды. Екеуінің егіз қозыдай томпаңдап оқуға кетіп бара жатқанын көріп, көңілі марқаяды. Еңсені езген соғыс уақытының сирек мұңыштары болушы еді. Маруаға соның бірі Мұқаннан келетін хаттар болса, екіншісі балапандарының сыныптан сыныпқа үздік көшулері еді. Қанаттанып жетіліп келе жатқанын көңілге медеу болатын. Жүріс-тұрыстары мен қимыл-қозғалыстары әкелерінен аумайтын. Сәт сайын күйеуін еске алып, сағынышын арттыра түскендей. Мұқан тезірек оралып, осылардың мектепке барғандарын өз көзімен көретін күн болар ма екен деп армандап қояды. Құдайдың бұларға тағы бір қарасқаны болар, қайнысы Қадір майданға бармай қалды. Жастайынан өкпесі ауыратын еді. Соған байланысты ақбилет беріп, мектепке директор етіп жіберді. Соғыс уақытында бір жерде ұзақ тұрғызбай, жиі ауыстырып тұратын. Қайда ауысса да бұлардан қол үзбеді. Балалардың оқуға қажет құрал-жабдығы, кітап-дәптері, қалам-қарындашы, сия-сауыттарына дейін өзінің мойнында еді. Анда-санда қалай оқып жүргенін келіп тексеріп кететін. Еркек балаларға алдында ағасы бар дегендей айбынеді. Сабақтарына салақси бастаса, Маруа балаларын ағаларына айтып, қорқытамын деп қорқытып қоюшы еді.